Бәршеге ассалаумағалейкум достар, сіздер менен және Ықылас Аралбаев. Хоп, өткен сабақта if else бойынша өттік сіздер менен. Ал бүгін болса сол if else, яғни өткен сабақтағы өткен темалардағы әмме өзіміздің білімдерімізді тәкрарлап бір мини проект қыламыз. Хоп, енді проект ауымында бастағы өткен нәрсемізді қолданамыз, яғни confirm, prompt и өзіміздің алдатылардан пайдаланамыз, яғни bomның қасиеттері, браузеріміздің қасиеттерін пайдаланамыз. Ондай болса бастайық. Хоп, бірінші болып, сол бастаған нәрсені қолданамыз. Бізге керек болады бір бірінші ойласып алайық не алатынымызды, яғни сіздерге із қыламыз, айтып беремін. Яғни if else-тан пайдалану үшін һәм дата типтелерден, шартлерден, салыстырма операторларын пайдалану үшін біз бір нәрсе ойлап таудым. Мысал үшін сайтқа кіреді, кірген уақытында ат фамилиясын жазады. Һәм біз ат фамилиясымен müracaat етеміз. Ассалаумағалейкум, пәленше, допустим, Ықылас Аралбаев. Iltimos жасыңызды кіртің. Мысал үшін мен кіртемін 19 жастамын. Мысал үшін, һәм мен кіртетін болсам, маған аррайдағы аррайларды қолдан жаратамыз, яғни үлкендер үшін аррай, орташылар үшін аррай һәм мультфильм аррайлары. Яғни кинолардың атларын жазып қоямыз. Егер де мен 19 жаста болатын болсам, маған консулға шығарып береді өзімнің үлкендер үшін қандайдыр киноларды. Егер де 16 жаста болатын болсам, яғни 18 жас пен 12 жастың ортасында болатын болсам, маған орташа жастағы өспірімдер үшін киноларды шығарып береді. Ал 12 жастан кішкентай болатын болсам, уже маған мультфильмдердің атларын шығарып беретін болады. Сондай бір программа түземіз сіздерменен, ондай болса бастадық. Бірінші болып маған керек болады, жаңа айтқандай константа name, яғни өзімнің атым. Name'ді кірту үшін бізде prompt деген нәрсе бар еді, яғни prompt дейміз. Iltimos атыңызды кіртің. Һәм келін порядок істеп консулға шығарып барайық. Мысалы үшін name. Уже менде нәпетте нем жолып қапты. Go live дейміз. Live серверді ашып аламыз. Неге? Уже менде істеп кетті. Iltimos атыңызды кіртің деп атыпты. Сол үшін класс деп тұрып, продолжитті басамын. Һәм консулға кіретін болсам, маған ықылас деген нәрсе шықты. Қайттан кіремін. Сосын Джон деп жазамын. Джон емес. Сосын Бахадыр деп жазайық. Қалпақтың атларына. Бахадыр шықты. Енді бұны өшіріп, мен давам етуім керек. Константа дейміз. Мысал үшін бізге age керек болады енді. Тең дейміз. Мысал үшін prompt. Енді білесіз, стриңнің ішіне қандайдыр өзгерушіні алып кіруіміз үшін бізге ең қолайлы ұсыл бұл интерполациядан пайдалану. Интерполацияны сол бастағы темада айтып өттім. Бұны пайдалану үшін бізге керек болады SK деген кнопка бар, escape. Сол кнопканың астындағы мынандай белгіміз. Бэктик. Сол бэктиктің ішіне жазамыз енді. Мысал үшін ассалаумағалейкум. Мысал үшін пәленше деген үшін өзіміздің доллардың белгісін қоямыз да. Яғни сыртқы өзгерушіні стриңнің ішіне алып кіру үшін name дейміз енді. Яғни бұны доллар менен екінің ортасында ешқандай пробел болмау керек. Егер пробел қоятын болсам, бұл просто текст болып та қалады. Ассалаумағалейкум, пәленше. Iltimos жасыңызды кіртің дейміз. Кейін консулға age шығарып. Отмен аламыз. Қайттан кіреміз сайтқа. Iltimos атыңызды кіртің болды. Аралбаев ықылас дейік. Продолжитті басамын. Ассалаумағалейкум, Аралбаев ықылас шықты. Көрсіз бе? Ассалаумағалейкум, Аралбаев ықылас, Iltimos жасыңызды кіртің. Яғни бұяқтағы name'ді алып тұрып, маған өзімнің name'імен, жаңағы значениеменен müracaat етіп атыпты. Егер мен өзге Джон дегенде, ассалаумағалейкум, Джон деген нәрсе шығады еді. Яғни бұл апай нәрсе, қандайдыр өзгерушіге алып қоямыз сақлап, һәм өзгерушіні бұяқта қалаған жерде қолдана беремін. Енді жасыңызды кіртің деп атыпты. Жасым мысал үшін кіртемін 18. Маған 18 жас келіп шығады.
көрдіңіз ғой. Енді біздің мынандай нәрсе бар. Егерде консольлогқа, мысалы үшін консольлог болсын қалеген жерге type of деп тұрып, алдына пробел қойып тұрып, неке кіртетін болсам, значениені қандай өзгерушіні. Ынтымақ сейчас атыңызды кірттім, мысалы үшін Джон деймін. Ассалаумағалейкум Джон, ынтымақ жасыңызды кірттім, 18 деймін. Маған string келіп шықты. Не үшін? Себебі мен type of деп қойыппан, h деп қойыппан. Яғни бұл дегеніміз не? H деген өзгерушіміздің type of-ын, яғни мағлұмат түрін шығарып берді отпан. Маған не келіп шықты? String. Не үшін? Себебі prompt деген нәрсе бізге постоянно string форматта дата қайтарады. Ол бізде number кірте берейік, ол бізде қалеген нәрсеміз кірте берейік, бір пайдасы жоқ. Енді не қыламыз? Енді бізде мағлұмат түрін, бір мағлұмат түрін, екінші бір мағлұмат түріне өткеру үшін бір қанша жоллар бар. Біз қазір ең аңсат жолын пайдаланып кетеміз. Яғни string мағлұмат түрінен number мағлұмат түріне өткеруіміз үшін сол мағлұмат түрінің алдына просто плюс қойып қойсақ болды. Ілтимас атыңызды кірттің, сол үшін Базарбай, ассалаумағалейкум Базарбай, жасыңызды кірттім деп жатыр. 12 деймін, number келіп шықты енді. Уже қарап отқан болсақ, алдына плюс қойып қойдым. Этибар берің, плюспенен ортасында мынандай пробел қойып қоймау керек. Болмаса type of плюс age болып қалады. Ол қате болып қалады. Мен не қойып тек auto save өшіп қоямын. Болмаса маған мешать беріп жатырыпты. Енді type of значит бізде мағлұмат түрін қайтарып береді екен, ал алдына плюсті тақап тұрып қоятын болсақ, бізге number дата типіне өзгертіп береді екен. Енді біздер қайта-қайта әр жерде age пайдаланатын уақытында алдына плюс қойып жүрмеу үшін не қойып prompttың алдына плюс қойып қоямын. Яғни prompttан келген string мағлұмат түрін number мағлұмат түріне өзгертіп береді. Енді уже болды, бітті менде. Әмесі. Атыңыз кірдің класс, жасыңыз кірдің 19 мысалы үшін. Маған number қайтарып берді. Енді видеоны тоқтатып жазбасаңыз болады, сіздерге деймін, түсініп. Енді маған керек болады константа мысалы үшін. Не қыламыз? Мысал үшін фильм істейді. Тең болады. Яғни бұл үлкенлер үшін фильмдер болады. Мысал үшін Avengers. Тағы не бар? Үлкенлер үшін қандай кинолар бар еді? Хоп, допустим, кино көрмегеннен кейін соя қойды. Енді қандай мысал келтірсек болады? Spider-Man. Үлкенлер үшін емес қой деп жүрмін. Онда киноларды онша біле бермеймін. Халк. Соншын, енді кішкентай балалар көрсе жаман тәсір етуі мүмкін нәрсе, соның үшін үлкенлер үшін деп көрсетіп қоямын. Енді константам сол үшін аниме істейді. Орта жастағы балалар аниме көргені мақұл. Кругозор өседі. Мен өзім аниме көрмеймін. Бұрыннан көрмегенмен, просто сондай деп естідім. Енді аниме істейміз, мысалы үшін анимелерден білмеймін, кейін іздейді. Аниме істейді. Хоп. Кимецу. Короче. Kesіп кеткен. Түсінбегеннен кейін. Хоп, келін яттан орайық та, кім біліп жатыр. Ондай қыламыз неке. Сол үшін біріншісіне Наруто дейік. Наруто деген естуім бар. Екіншісіне мысалы үшін Кацузо. Енді жоқ болса, мені нет жүрмең тағы. Онда жоқ қой деп. Просто ядыма келгенді ұратын, сондай аниме болып қалуы мүмкін. Үшіншісіне мысалы үшін допустим Марси деген бар еді. Бір оқушым айтады. Енді анығын білмеймін, Марси деген басқа нәрсе болуы мүмкін. Оян жауап бермеймін. Құласы бұл зат өзіміздің комментарийға қалдырып кетейін. Үлкенлер үшін. Бұйда енді өзіміздің орта жастылар. Орта жасты өспірімдерді. Енді бұйда уже мультфильмдер бар. Мультфильмдер жүдейім жақсы білемін енді. Арқайын
аррайдың ішін толтырып тастаймыз. Мысалы үшін кішкене балалар үшін болуы мүмкін, иә, мінекей. Енді констанда мысалы үшін multix дейді. Мульт тең болады. Енді мысалы үшін ішінде өзіміздің бұрынғы SSR-дің мультфильмдерін қояйық. Чебурашка, например, Том and Jerry. И тағы не бар? Көп көретінім просто атлар ерме келіп жатыр. Допустим, Маша медведь дейді. Маша и медведь. Вот. Яғни аррайлар тайым болды. Енді біздер if else пенен, яғни өткен сабақта if else'ді өттік. If else пенен age-ді тексереміз, жасын. Жасы егерде 18-ден жоғары болатын болса, яқта фильмсті. Егер 18 пен 12-ның ортасында болатын болса, анимені. Егер 12-ден кішкентай болатын болса, мультфильмдерді шығарып береміз. If дейміз, if өзіміздің age-іміз үлкен ямаса тең бі 18-ден. 18 жастың өзі болса ем бола береді бізге. Console.log дейміз, өзіміздің фильмсті. Енді else дейміз, else пробел жасап тұрып if дейміз. Кәне тексереміз. Age-іміз егерде мынадан өтпей қалатын болса, яғни 18 жастан кішкентай болатын болса, ең болмаса үлкен бі, ямаса тең бі 12-ден дейміз. Да, тең 12 жастан үлкен мен, браттан дейтін болса, console.log, онда сен аниме көре бер, братчика дейміз. Егер ондай болмайтын болса, уже екі варианттан тура келмейтін болса, біздің зат қалады 6 жастан, то есть 12 жастан кішкентайлар қалады, иә? 0 мен 12-ның ортасы. Else дейміз, онда дейміз, братчика дейміз, nm console.log өзіміздің мультфильмді көріп, ота дейміз үйінде. Енді мына барамыз да, уже бұны қайттан обновление береміз. Ілтімас атыңызды кірттің. Мысалы үшін ықылас деп қоямын болған. Продолжить. Ассалаумалейкум ықылас, ілтімас жасыңызды кірттің. Мысалы үшін 16 жас деп қояқ. Продолжить басам онеки. Маған Наруто, Кацузу, Марси деген атлат шығарып берді. Не үшін? Себебі мен айтып отпам, 12 жастан үлкен болатын болса, һәм 18 жастан кішкентай болатын болса, маған анимелер шығарып берді отпам. Енді допустим, мысалы үшін крик, Джомбо крик. Һәм 19 жастан мен. Маған Avengers, Spider-Man, Hulk шығарып берді. Не үшін? Себебі мен 19 жастан. Бері комментариямен жазып кетсеңіз болады. Комментария дегенде мынандай алып. Мысалы үшін. Сіз қалеген киноларды көріңіз мүмкін. Тап өткен сабақтағыдай нәрсе болып қалды, мысалы үшін Джон деймін қайттан, 11 деймін енді, Чебурашка, Том and Jerry, Маша и медведь шықты. Енді қайттан кіріп тұрып, мысалы үшін Марк деп тұрып 19 дейтін болсақ, неге сіз қалеген киноларды көріңіз мүмкін деген нәрсе шықты. Яғни бұл өзіміздің кішкене бір жүзіп болды. Практика болды. Осындай қылып, сонда кішкентай практикаларды көбірек қылып барамыз, сонда сіздер өзіңізден мысалы қызықлау болады. Сонымен біргеліктен істеген нәрселеріміз теорияға қарағанда практикада көбірек миымызда қалады. Сіздермен бірге болған Ықылас Аралбаев. Сабақтарымызды көруде давам етің. Һәммеге рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.